Бір күні ауылдың балалары қалаға құрылысқа барады дегенді естіп, мән-жайын сұрастырып көрді. Жалақысы әжептәуір. Қазіргі жұмысының 3 айлығын қосқандағы ақшаны ол жақтан бір айда табатынын білді. Қыс түскенше жұмыс жасап келейін. Ауылдың көмір суы бар, барлығы ақшаға келіп тіреледі. Не керек, сол жұмысқа барамын деп шешті. Жұмысынан ақысыз демалысқа шығып қалаға келді. Жұмысы ауыр, бірақ ауылда қара жұмыспен өскен бақыт үшін еш қиындығы болмады. Бір ай жұмыс жасап алған айлығын үйіне алып келді. Тағы бір ай барамын деген кезде Гүлназ жібергісі келмеді. Бармай-ақ қойшы, жұмысыңа қайта түс. Бір мәнісі болар. Балалар әлі кішкентай, сені іздейді, қасында болшы. Бұлар өскенше бар жағдайын жасаймыз, мен де жұмысқа шығамын